Семейдегі Абайдың мемлекеттік қорық мұражайында данышпан ақынның ән-күй мұрасын насихаттауға арналған көрме ашылды. Мұнда мұражай қорындағы 100-ге жуық жәдігер қойылған. Дені Абайдың шығармашылығына қатысты кітаптар, ноталар және пластинкалар. Домбыра, қылқобыз, дауылпаз, асатаяқ сияқты ұлттық аспаптар да келушілердің назарында. Мұнан бөлек Абай әндерінің халық ішіне кең таратқан жергілікті орындаушылардың жеке заттары да көрме қатысушыларын қызықтырмай қоймады. Мұражай қызметкерлері әр әннің шығу тарихы мен соңғы кездері табылып жатқан Абайдың әндері, күйлері жайлы әңгімелеп беруге дайын. Біздегі ең құнды жәдігерлердің бірі бұл жаңағы Абайдың шәкірті Шәкәрім Құдайбердіұлының баласы Ахат Шәкәрімұлының шапаны, және де одан бөлек өзіміздің әншіміз Мәдениет Ешекеевтің жаңағы концерт костюмы, және де өзіміздің осы Шәкәрім Құдайбердіұлының әндерін насихаттаушы Келденбай Өлмесековтің бөркі мен шапаны осы мұражайда экспозицияға қойылған.